Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге құрамында витаминге толы заттары бар және де анемияға қарсы өте жеңіл, оңай жасалатын, тек қана 2 ғана заттан тұратын қызылшаның керемет салатын ұсынайын деп жатырмын. Құрамына керекті заттар бізде қайнатылған 2 дана қызылша, тұздалған қияр, оливковое масло қажет болады, тұз және де укроп қажет болады. Ең алдымен 2 дана қызылшамызды аламыз да оны дөңгелек пішінде етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Сосын барып пышақтың көмегімен оны кубик формасында кесіп алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер де бұл салатты көбірек жасағыларыңыз келсе, 3-4 дана қызылшаны да пайдалануға болады. Мен тек қана 2 дана ғана қызылшадан жасап көрген болатынмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салатты көбірек етіп жасауға да болады. Негізі қызылшаның пайдасы өте көп екенін білесіздер. Анемияға қарсы әрі құрамы витаминдерге бай болып саналатын нағыз көкөністің бір түрі. Осылай туралған қызылшаларымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Содан соң барып тұздалған қиярларымызды алатын боламыз. Менде майда тұздалған қияр болғандықтан мен 5 дана қиярды қолданған болатынмын. Негізі үлкендеу болса қиярларыңыз 2 дана қияр жеткілікті болады. 2 дана қияр, 2 дана қызылша қоссаңыздар, екеуі де бірдей болып дәмі керемет болып шығады. Негізі сіздерге тұздалған қиярды жиі пайдалануға кеңес беремін, себебі ол ішек ауруларына өте пайдалы. Әрі жаңағы жыл 12 ай қолдансаңыздар да болады, себебі оның да құрамында витаминдер, адам ағзасына пайдалы витаминдер кездеседі. Содан соң барып тұздалған жаңағы туралған қиярларымызды осылай қызылшамыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Міне біздің салатымызды көріп тұрсаңыздар өте оңай, тек қана 2 ғана зат бар болса болды, салатымыз дайын. Содан соң барып өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер де укропты жақсы көретін болсаңыздар, яғни аскөкті жақсы көретін болсаңыздар, қоссаңыздар болады. Негізі аскөкті жиі пайдалануға кеңес беремін, себебі ол бет терісінің әдемі болуына үлкен әсер етеді. Осылай туралған аскөктерімізді жаңағы салатымыздың үстінен қойып шығамыз. Және де бұл салаттың ерекшелігі майонезі жасалатын тек қана 2 ас қасық оливковое маслоны қолдансаңыздар жетеді. Сол кезде салаттарыңыз дәмді болып шығады. Ешқандай да майонездің қосудың қажеті жоқ. Осылай барлығын бір келкі етіп, қасықтың көмегімен жақсылап бір-біріне сіңгенше жаңағы қызылшамыз, тұздалған қиярымыз және де аскөгіміз барлығы бір-біріне жаңа сіңгенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Содан соң барып өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз қоссаңыздар болады. Негізі тұзды қосудың қатты маңызы жоқ. Егер де ПП-да болсаңыз, тұз қоспасаңыз да болады, себебі тұздалған қиярдың құрамында әрине тұзы бар. Сондықтан қоспасаңыздар да болады өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дайын болған салатымызды ыдысымызға жайғастырып алатын боламыз. Содан соң барып әсемдік ретінде осылай бетіне мен аздап күнжетті қолданған болатынмын. Күнжеттің де пайдасы өте көп екенін өздеріңіз білесіздер. Вуаля, біздің салатымыз дайын болды. 5-ақ минутта жасалатын ең оңай салаттың түрі десек те болады. Ал достар, біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.